әкешім, анашым кешіре көріңіздер мені. Қазіргі арманым, менде әкем, анам, қазіргі арманым аман есен осы жерден шығып, сіздердің өз қамқорыма алуым келеді. Данияр Алтаев. Лақабаты Абу Юсуф. Толыққанды отбасыда өстім. Әкем де, анам да ондай араққа, жаңағыдай нелерге ондайға жақын болған жоқ. Сирия туралы видеоларды көп көріп, барғаннан кейін не болады, соғысамыз ба, әлде жаңағыдай мүмкін өліп кетеміз, жаңағыдай сол соғыстың арасында бомбаладан өліп кетеміз. Сондай өлімді қалай болады, не болады, оны ойламадым. Данияр Ұлытау облысының тумасы. Арнайы діни білімі жоқ. Содан да интернет торуылдаған террорлық идеяларды насихаттайтын псевдо-шейхтардың ықпалына түскен. Такфирлік идеологияны таратушылар жастардың эмоциясын әсер етуді мақсат тұтады. Жас сананы манипуляциялау арқылы қолына қару ұстатып, қақтығыс ошақтарына жетелеуге тырысады. Діни мәтіндерді сыни ойлаусыз, тар аяда қабылдауды насихаттайды. Философия, адасушылық деген ұрандарды алға шығарып, дінді ақылмен саралауға, ой елегінен өткізуге қарсы, кінәсіз қан төгетін содырлық әрекеттерге де түрлі желеумен ақтау іздейді. Осындай жалған үгіттің жетегінде кеткен Данияр да ақырында туған елінен безіп, Даиш құрамына қосылған. Араласып жүрген балалар, адамдар, олар маған просто айтты, имамдардікі кішкене қате. Мен мынаны тыңдау керек деп бағдар берді ғой маған. Мен мына аяқты тыңдау керек. Ояқ қаяқ, оны жаңағыдай араб мемлекеттеріндегі шейхтар. Сол жаңағыдай шейхтар сөйтіп Американың несі бойынша, жаңағы бұйрығы бойынша олар шақырады. Жаңағыдай Сирияға, Шам жеріне келіңдер, мұсылмандар, қайдасыңдар, сендер маяқта, сендердің бауырларының жаңағыдай қарындастарын, бауыр қарындастарын қиналып жатыр, өлдіріп жатыр, қинап жатыр. Сендер қайда жүрсіңдер, неғып жауап бермейсіңдер, көмектеспейсіңдер деп сөйтіп шақырады екен. Сыртқы күштердің сондайдың жоспарлары болды ғой. Осы қандай көмек берерімізді де білмейміз, бірақ әйтеуір барайық сондай нетіп жаңағыдай шақырып отыр ғой, келіңдер. Негізі жаңағы вообще ешқандай ой болмады жаңағыдай. Қалай не істейміз, просто сондай эмоцияға беріліп сол себепті кетіп қалдық ғой. Аны қанағын білмей ештемені мысалға сөйтіп қалай жаңағыдай видеода қалай шақырды, тура солай шақырғанға жауап беріп барып сол жақтан сөйтіп қор болдық қой, короче. Олар әмірлер, арабтар болды. Сол жергілікті мекен, мысалға, сол жердегілер, местныйлар. И солар жаңағыдай қалай айтсам болады. Енді неге жібереді ғой жаңағыдай соғысқа. Паспорттарын, документтарын барлығын алып қойып, олар өртеп жібергенін кеткің келеді, бірақ кете алмайсың. Өйткені сен өліп қалғың келмейді да, енді тауып алады, сосын түрмеге қамайды бірінші. Түрмеге қамайды, кейін жаңағыдай нетеді. Азаптайды, короче. Сонында жаңағыдай оларды өлтіріп, дарға асып, немесе атып тастап, жаңағыдай сондай нәрселер болды. Халифат, ислам мемлекеті деп барған мақсат болған жоқ, ондай ештеме болған жоқ. Мұсылмандарға көмектескісі келіп барды ғой. Ондай олар өздері көмекке мұқтаж болып болды ғой. Біз өзіміз көмекке мұқтаж болып қалдық. Біз өзіміз жаңағыдай қиналып, әйел бала шағамызбен сол жақтан кете алмай қалдық.
2019 жылы Қазақстан әлем бойынша бірінші мемлекет болып осы өзіміздің азаматшаларымызды жинап әкелді. Соның арқасында елімізге 754 біздің өзінің Қазақстан азаматтар қайтарылды. Оның ішінде сол 37 ер адам бар, 191 әйел адам, 526 балаларымыз бар. Соғысты көрген, қанды көрген, өлімді көрген адамдар, солармен үлкен жұмыс атқарылып, әлде жұмыс бұл жалғасады. 95-96% оңалды райынан қайтты деп айтуға болады. Бірақ енді осы бір 4% бар, оның ішінде ер адамдар бар. Үлкен жұмыс жасталынып жатыр. Сол түзету мекемелерінде мен ойлаймын нәтиже болады деп. Сенімі сәйкес келмегеннің бәрін кәпір деп қорлап, күш көрсететін діни экстремистік, террористік ұйымдардың жауыздығын Данияр көзбен көрді, көңілі қалды. Бірақ қанша жерден тәубесіне келсе де, бәрібір ол заң алдында қылмыскер. Және 2013 жылы қабылдаған келте шешімнің жазасы ретінде 10 жылға қапасқа қамалды. Ескертеміз, қылышынан қан тамған Даиш аса қауіпті террористік ұйым. Оның қызметіне, насихатына елімізде заңмен тыйым салынған. Ислам мемлекеті ол деген как ертегідегідей қылып айтады да жаңағыдай. Ол жақта ешқандай қиыншылық болмайды, жұмақ жәннат сияқты елестетеді. Дінге енді қызығушылық білдіріп, енді намаз оқи бастағандар, сондайларға қауіпті да ол. Дінді білетін, дінді танитын, имамдармен әрқашан байланыста болатын, өзіміздің бекітілген имамдар, теологтармен байланыста болатындар, олар ондай жолға түспейді деп ойлаймын. Ондай адасушылыққа бармайды деп ойлаймын. Мен басынан кешкенде ешкімге қаламаймын. Орысша айтқанда да врагу не пожелаю дейді ғой. Енді мен көргенімді ешкім көрмесін.